Қоғамдық объектінің қол жетімділігі ең аз талаптар оқыту бағдарламасы аясында практикалық жұмысты орындауға көшеміз. Алдымен бізге қол жетімді Қазақстан сайтына тіркелу қажет. Қол жетімді Қазақстан сайтына тіркелу үшін сайтқа кіру қажет. Ол үшін браузердің іздеу жолында келесі мәтінді жазамыз. Орыс тілінде «Доступный Казахстан» немесе ағылшын тілінде «Досказ.kz». Ұсынылған нұсқалардан бізге қажетті жолды таңдаймыз және сайтқа кіреміз. Жүйе сізге қажетті пайдаланушы санатын таңдауды ұсынады. Сіз оны таңдайсыз. Бұл жүйе сіздің таңдауыңызға байланысты. Сіздің елді мекеніңізге картаға енгізілген объектілер туралы хабарлама жібере алу үшін қажет. Бұл сіз таңдаған пайдаланушылар санаты үшін ең қажет ақпарат болады. Осыдан кейін жүйе сізге өзіңіз тұратын қаланы таңдауға кеңес береді. Егер сіз ауылдық елді мекенде тұрсаңыз, онда сіздің ауылыңызға ең жақын орналасқан қаланы таңдауыңыз керек. Жүйе бірден Нұр-Сұлтан қаласын немесе қаланы ауыстыруды ұсынады. Қаланы өзгерту теңесін басып, тізімнен қажетті қаланы таңдаңыз. Тіркеуді бастаймыз. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышында кіру белгішесі орналасқан. Оны басыңыз және тіркелу бетіне өтіңіз. Жүйе сізге авторизациядан өткізу мүмкіндіктерінің тізім береді. Мен сізге телефон нөмірі бойынша авторизацияны өтуді ұсынамын. Бұл ең ыңғайлы әдіс, бірақ сіз авторизациядан өтудің басқа да жолын таңдай аласыз. Немесе телефон арқылы кіріңіз. Жолын басамын, өз телефон нөмірімді енгіземін, содан кейін кодты жіберу түймесін басамын. Менің телефоныма кодты бар хабарлама келеді. Осы SMS кодты жолына енгізу керек. Сізге коды бар хабарлама келіп, сол кодты енгізгеннен кейін сіз басқан сайтқа кіру түймесі шығады. Енді сізге өз профиліңізді толтыру қажет. Жүйе автоматты түрде сіздің профиліңізге жетістіктерді енгізетін болады. Сіз қол жетімділік картасына енгізген объектілі, сіз біздің үлгілердің көмегімен өзіңіз қалыптастырған шағымдар, тапсырмалар, түсініктемелер және хабарламалар. Сіздің профилді толтыруға көшеміз. Жүйе пайдаланушы санатын таңдауды сұрайды. Біз бұл туралы жоғарыда айтып өткенбіз. Бұдан әрі сіз тегін атын толтырасыз, әкесінің аты қалауы бойынша. Өз жынысыңызды таңдайсыз, әйел немесе ер. Бұдан әрі жүйе сіздің электронды пошта мекен-жайын сұрайды. Бұл сіз бізге қандай да бір сұрау жіберсеңіз, сұрақ қойсаңыз, кеңес сұрасаңыз, сізге жауап жіберу үшін қажет. Келесі жол бұл телефон нөмірі, сізге тіркеу коды келген нөмірі болу керек. Бұдан әрі сіз ұсынылған тізімнен қаланы таңдайсыз. Келесі жол күнтізбенің көмегімен таңдаған туған күн. Бұдан әрі сіз сақтау түймесін басасыз. Құттықтаймыз, сіз қол жетімді Қазақстан сайтына тіркелдіңіз. Енді сіз адамдардың еркін жүру құқығын қорғаумен айналысатын қауымдастықтың қатысушыларына жатасыз. Айта кету керек, сіз өзіңіздің профиліңізге енгізген барлық ақпарат жабық, яғни ешкім бұл ақпаратты пайдалана алмайды. Біз барлық сақтық шараларын қатаң сақтаймыз. Сіз картаға кіре аласыз, объектілерді картаға енгізе аласыз, объектілер туралы ақпаратты өңдей аласыз, оқу материалдарын қолдана аласыз, біздің бейнелерімізді және тағы басқаларды көре аласыз. Тағы не істеу қажет? Жүйе сізге пайдаланушы санатының профилін немесе сіз таңдаған қаланы толтыру кезінде сізге көрсеткенде жаңа объектіні қосу туралы хабарламаға жазылуды ұсынады. Бұл өте оңай. Егер сіз хабарлама алуға келіссеңіз, таңдаңыз. Егер келіспеңіз, жоқты таңдаңыз. Егер сіз деп таңдаған болсаңыз, онда жүйе сіз таңдаған санаттағы және сіз тұратын аймақтағы жаңа объектілер туралы хабарламаларды алуға жазылғаныңызды бірден хабарлайды. Жақсы түймесін басу арқылы растайсыз. Осымен тіркеу сәтті өтті. Енді сіз
қолжетімді Қазақстан сайтының мазмұнымен таныса аласыз. Оқыту бағдарламасының келесі бөлімінде біз қоғамдық объектіге мониторинг жүргізу процесімен танысамыз. Кездескенше!